Сәлем достар. Бүгін біз TikTokқа қалай тіркелу керек деген айтамыз. Бірінші біз Play Marketке кіреміз де, мына жерге TikTok деп жазамыз. Сосын бүйтіп мынаны басамыз да, не осыны скачать етіп аламыз. Скачать етіп болған соң открытті басамыз да кіреміз. Сосын осы жерде видеолар шығып тұра береді, бірақ та сіздер видео түсіре алмайсыздар. Өйткені сіздер TikTokқа тіркелу керексіздер. Сол үшін біз TikTokқа кіреміз де осы я дегенді басамыз. Бүйтіп басамыз. Басқан соң регистрация дегенді басамыз. Сосын біз осы жерде өз қалағанымызды таңдап, сол жерден тіркеуге болады. Бірақ біз осы жерден тіркелеміз. Сосын осы жерге өз туған күніңізді жазасыздар. Мен декабрьде туылдым. Осы жерде декабрьдің өз туған нешінші күн екенін жазасыздар. Ал осы жерге өз жылдарыңызды жазасыздар. Мен 2009-бын, бірақ та мен 18-де болмағандықтан осы жерге мені қабылдамайды. Сол үшін мына жерге 1991 жылды етеміз. Сол үшін 18-де болу керек. Міне дәл осылай етеміз. Бірақ та осы жерге және осы жерге өз туған айларыңызды және күндеріңізді жазасыздар. Осы жерге 1991 жазасыздар, 18-ге толмағансаңыздар. Сосын біз далені басамыз. Осы жерде кейбіреуікі бүйтіп тіркелмеуі мүмкін. Ал кейбіреуікі тіркелуі мүмкін. Тіркелмеген жағдайда бұдан бүйтіп қайттан шығамыз да, осы астындағыны бүйтіп мынаны войдиді басамыз. Сосын осыны басамыз да, осыны басамыз. Басып болған соң осы жерге өз телефон номерлеріңізді жазасыздар. Міне өз номерімді жаздым. Сосын осы номер жазып болған соң отправить код дегенді басасыздар. Сонымен достар, біз басқа телефоннан кірдік. Бағана көрсеткен секілді мына жерде яны басамыз. Сосын регистрацияны басамыз да, бағанаға көрсеткен секілді баса береміз. Сосын мына жерде войдиді басамыз. Сосын біз осы жерде қалағанымызбен тіркеле аламыз, бірақ та біз ең біріншісін таңдаймыз. Тұрыңыздар, қазір кіреді. Сосын осы жерге өз номерлеріңізді жазасыздар. Міне мен қолымды жауып тұрмын. Осы жерге өз номерлеріңізді жазасыздар. Сосын отправить кодты басасыздар. Енді сіздерге қазір мына жерге өз кодтарыңыз келеді. Соны өзі осы жерге шығады. Міне номер осы жерге, номер жазатын, код жазатын жерге код өзі автоматически осы жерге өзі жазылып тұрады. Немесе енді создать аккаунтты басасыздар. Енді осы жерге туған жылдарыңызды жазасыздар. Осы жерге өз айларыңызды жазасыздар, жылдарыңызды. Ал осы жерге күндеріңізді жазасыздар. Мен 25-ші туылдым. Және де осы жылдарыңыз жазатын жерге өз жылдарыңызды жазбайсыздар. Мына жерге 18-ден асатын жылды жазу керек. Әйтпесе кішкене жылды басып қойса, ол тіркеле алмай қаласыздар. Сол үшін мына жерге мен 1991-ді қоятын боламын. Міне осы жерден тауып алайын. Міне 1991 жыл дейді. Енді далені басасыздар. Және күні жазып болған соң осы жерде придумайте пароль дейді. Сол жерге өздеріңіз парольді жаттап аласыздар. Өздеріңіз парольдарыңызды қойып аласыздар.
Міне осы жерге өз паролімді жаздым. Енді далені басасыздар. Міне сосын және жазып болған соң осы жерде өз аттарыңызды ойластыру керексіздер. Мына жерге өздеріңіз қандай ат қалайсыздар, соны жазуға болады. Мына жерге TikTokқа кіретін ағылшынша логин аттарыңызды жазасыздар. Сосын жазып болған соң мына жерде регистрацияны басасыздар. Регистрацияны басып болған соң осылай видеолар ары қарай жалғастырып шыға береді. Өйткені сіздер TikTokқа зарегистрация еттіңіздер уже. Сол үшін мына жерде қайтадан яны басқан кезде осы жерде яны басасыздар. Яны басқан соң осы жерде аккаунттарыңыз создат етілінеді. Міне біз аккаунт создат етіп алдық. Енді онысына тіркелмеген аккаунтты тіркелтіру үшін жәнегі тіркелген аккаунттағы номерді жазасыздар. Тіркелмеген аккаунттағы номерді жазасыздар. Жазып болған соң енді код жазу керек болады. Сосын сіздерге код келеді де тіркеле аласыздар. Сау болыңыздар.